Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай француздық береттің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, жазылмасаңыз арнама жазылып қоюды сұраймын. Ең алдымен сызба сызудан бастаймыз. Бізге керекті тек қана бір ғана өлшем, ол обхват головы, яғни бас айналымы қажет болады. Бас айналымын жазып алғаннан кейін төмендегі формулалар бойынша ары қарай есептеуімізді жүргізетін боламыз. Сіздер де дәл мен сияқты тек осы формулаларға өз өлшемдеріңізді қойып отырсаңыздар болды. Яғни алдымен ең бірінші формула L тең обхват головы қосылған прибавка дейді. Бұл жерде прибавка егерде беретіңіздің объемный болғанын қаласаңыз 5-6 деп көбірек қоса берсеңіздер болады. Мен бұл жерде 3 см прибавка қостым. Көлемді болып тұру үшін, орташа көлемдегі беретка шығару үшін. Егерде сіздерге одан да үлкен қажет болса, онда көбірек бересіздер қосымшаны. Яғни L-ді тауып алғаннан кейін D1 тең L бөлінген 3,4 деп геометрияны есімізге алып, осы формуланы жазып аламыз. Яғни бізде L 61-ге тең болды, оны 3,4-ке бөліп, бірінші шеңбердің диаметрі табылады. Диаметрі 19,4 см болатындай, шеңбер сыз деген сөз ғой, сонда диаметр дегеніміз радиустың 2 радиусқа тең ғой. Радиус диаметрдің жартысына тең болады. Енді сызуға оңай болу үшін айтып жатырмын да. Яғни ортасын белгілеп алып, диаметрі 19,4 см болатындай осылайша бір шеңбер сызып аласыз. Енді оң сыртынан сызылатын бұл береттің тулиясы ғой, енді сыртынан тағы да бір шеңбер сызатын боламыз. Яғни екінші шеңбердің диаметрін табатын боламыз. Оны D2 деп белгілеп аламыз. D2 тең D1 қосылған 2 көбейтілген 7 деп алып тұрмын. Бұл жерде тулияның биіктігі қанша, 7 мен 10-ның аралығында өздеріңіз ұнатқан көлемде ала бересіздер. Тулиясы үлкен болса десеңіз, яғни мен оны 7 см қылдырып алып тұрмын. Осылайша екінші шеңбердің диаметрін тауып алдық. Сонымен диаметрі 33,4-ке тең болатындай екінші шеңберді бірінші шеңбердің сыртынан сызамыз. Яғни мінекей осылайша. Егерде түсініксіз болып жатса, комментарийге жазсаңыз, міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей қағазымызды алдық. Енді үлкен көлемде, үлкен размерде сызып аламыз. Ең алдымен бізде мінекей бастаймыз. Ішкі шеңбер сызамыз. 19,4. Яғни 19,4-тің жартысын тауып аламыз. Яғни айттым ғой жаны. Радиус диаметрдің жартысына тең деп. Бізге сызуға ыңғайлы болу үшін мінекей жарты өлшемдегі 0 нүктесін тауып алғаннан кейін жарты өлшемдегі 19,4-ті екі жаққа бөліп саламыз. Мінекей осылайша әрбір жерден жиі белгілей отырып, шеңберімізді осылайша сызғыштың көмегімен де сызып шығуға болады. Егерде ондай үлкен циркульдарыңыз болса, циркульдарыңызды қолдансаңыздар да болады. Осылайша нүктелердің арасын жиі белгілеп отырсақ, мінекей болашақ шеңберіміз де мінекей шығып жатыр. Осылайша бір-бірімен қосамыз нүктелерді. Сол кезде осындай шеңбер бізде пайда болады. Яғни қарап отырсаңыздар, ішкі шеңберді сызып алдық, енді сыртқы шеңберді сызатын боламыз. Оның диаметрі 33,4 шықты. Менде сіздерде
басқа сан әрине 33,4-ті 2-ге бөлу арқылы радиусын тауып аламыз. 0 нүктесінен жаңағы радиусты екі жағынан белгілеп салатын боламыз ғой. Өйткені менің сызғышым 33,4-тен кіші болғандықтан 16,7-ні 0 нүктесінен, яғни ортасылықтан екі жағынан да белгілеп, осылайша келесі шеңберімізді, екінші шеңберімізді сызып аламыз. Мінекей сызып алдық. Енді қарап отырсаңыздар, мінекей екі шеңберіміз дайын болды. Енді шеңберіміздің қосымшасына 3 бердік қой, кеңдікке объем беру үшін деп. Яғни соны ішкі шеңберден 3 сантиметрді өлшеп, кесіп алып тастайтын боламыз. Осылайша міне 3 сантиметрді белгілеп аламыз. Енді осы табылған нүктеден төмен қарай перпендикуляр етіп, тікпе-тік түзу түсіреміз. Ішкі шеңберге перпендикуляр етіп түсіреміз. Жаңағы тауып алған нүктеге перпендикуляр етіп, тікпе-тік осылайша түзу түсіреміз. Мінекей бізге бұл аралық керек емес, яғни бұл 3 сантиметр артық біздің қосқан қосымшамыз. Енді қалғанын айналдырып қиып аламыз. Мінекей осылайша айналдырып қиып алғаннан кейін осы шыққан бөлікті шеңбер қылдырып қосып, бір-бірімен осының диаметрін табамыз. Бұл беретканың жоғарғы жағы болатын болады. Келесі тұтастай шеңбер сызылады сол диаметрде. Оны D3 деп белгілейміз. Мінекей осындай шеңбер сызылады, ол бізде беретканың төбесі болады. Жақсылап өлшеп алыңыздар, және де дәл жаңағыдай ортасындағы нүктені белгілеп алып, екі жағынан өлшей отырып диаметрін сызатын боламыз, яғни D3-ті. Жаңа табылған бөліктен шеңберді өлшеп, диаметрін бір-біріне қосу арқылы осылайша тағы да бір екінші шеңбер, тұтас шеңбер сызамыз. Төбесі болғандықтан оның ешқай жерін ойып алмаймыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, біз екі бөлігінде қиып дайындап алдық, және де бізге астыңғы бөлігі керек болады. Оны биіктігі 3 сантиметр, ұзындығы обхват головыйға тең етіп өлшеп қиып аламыз. Беретіміздің бұл астыңғы жағы болады. Енді матадан пішіп алатын боламыз. Тігіс еніне 1 сантиметрден бере отырып, барлығын 3 детальді да пішіп алдым. Мен экокожа матасынан негізгі мата және астарлық мата. Астарлық матадан береттің төбесін және тулясын пішіп аламыз. Төменгі жағы керек емес. Оны тек мінекей экокожадан бір дана ғана етіп пішіп алдық. Енді осыларды қазір тігетін боламыз. Бір-біріне қосып, осылайша астыңғы жағын бетпе-бет келтіріп, шеңберлеп, бір-біріне тұйықтап тігіп аламыз. Тулясында астарлықтан да, экокожа матасынан да осылайша оң бетіне қарата отырып, бір-біріне қосып тігіп алатын боламыз. Мінекей негізгі матаның да қосып тігіп алғаннан кейін, енді міне қараңыздар. Негізгі матаның оң бетін, жаңағы төменгі жағын береттің екі бүктеп, оның үстінен астарлық матаның оң бетін қоя отырып, осы жерді бір-біріне жақсылап бекітіп отырып,
айналдырып тұйықтап тігіп алатын боламыз. Мен тігіс еніне 1 сантиметрден бердім. Мінекей осылайша тігіп алдық. Қарап отырсаңыздар. Міне тулиясы бізде дайын болып қалды. Енді декоративті шовпен, декоративті тігіспен осылайша тігіп алатын боламыз. Мінекей қарап отырсаңыздар, менде лапкам тефлоновый емес, арнайы кожаға арналмаған лапка. Оны қолданудың әдісін қазір менен сіздерге лайфхак болсын. Егер сіздерде тефлоновый лапка жоқ болса, арнайы эко кожаға арналған лапка жоқ болса, кожаңыздың бетін кез келген кремді жаға отырып осылайша тігетін болсаңыз, онда ол өте жақсы тігілетін болады. Яғни тігістің барлығын жоғары қарай қарата отырып тігіп алдық. Мінекей қарап отырсаңыздар, үстінен бастырып астарлыққа тиіскен жоқ. Біз тігістің барлығын жоғары қарай қаратып декоративті шовпен эко кожаның үстінен осылайша тігіп алдық. Мінекей бізде дайын болды. Енді береттің төбесін қосып тігетін боламыз. Ол үшін оң бетіне оң бетін қарата отырып осылайша екі шеңберді бір-біріне бекіте отырып тігіп алатын боламыз. Астарлыққа әлі тиіспейміз. Яғни мені қарасаңыздар, мені тігіп алдық. Ішкі көрінісі осындай. Енді дәл жаңағыдай. Енді бұл жерде тігісті төмен қарата отырып, жаңа жоғары қаратсақ, енді төмен қарата отырып, декоративті тігіспен тігіп шығатын боламыз. Егерде береттеріңіз көлемін ұстап тұрсын, қатты болсын десеңіз, матаңызды, яғни эко кожаңызды дублериндеп алсаңыз болады. Сонда ол қатты болып тұрады. Осылайша декоративті тігіспен айналдырып тігіп шығамыз. Тігісті төмен қарай жатқыза отырып. Содан кейін, тігіп болғаннан кейін, енді астарлықты қосатын боламыз. Астарлықты да оң бетіне қарата отырып, мінекей берет ортасында қалып қойды. Қара отырсаңыз, негізгі мата. Енді осылайша астарлықты қосып аламыз, айналдырып тігеміз. Бірақ та беретімізді айналдырып алу үшін 10 сантиметрдей бір ашық орын қалдырамыз. Мінекей тігіп алдық. Ашық қалдырған орнымыз, әнекей тігіп алған декоративті шовымыз барлығы бізде дайын. Енді осылайша беретімізді сыртқа айналдырып аударып аламыз. Мінекей бізде өте әдемі берет шықты. Яғни барлық кремдерді артынан сүртіп тастауға болады. Ешқандай да із қалмайды, оған қам жемеңіз. Мінекей дайын болды. Енді тек жаңағы аударып алған ішкі ашық қалған орында қолмен тігіп тастасаңыз да болады. Не болмаса осылайша бір-біріне беттестіре отырып, әдемілеп машинкамен 01-02 тігіспен тігіп алсаңыз болады. Мінекей осымен біздің беретіміз дайын болды. Өте әдемі. Қазіргі кездегі трендта болып жатқан береттардың бірі. Өте оңай, қолжетімді бағада тез арада өзіңіз тігіп алсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз.